Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тойымды өте дәмді етсізде жасай беретін котлет жасаймыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Тіркелмесеңіздер менің арнама тіркеліп лайк басып, комментарийге өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Ең алдымен котлеттерімізді дайындау үшін біз қарақұмықты, гречканы суға осылай пісіріп аламыз. Одан кейін картошкамызды да суға пісіріп алатын боламыз. Барлығын пісіріп алғаннан кейін суын төгіп тастап, басқа ыдысымызға ең бірінші гречкамызды салып, одан кейін картошкамызды саламыз. Картошкамызды сап болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, бір жұмыртқа салатын боламыз. Жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Дәміне қарай кез келген приправа қоса берсеңіздер болады. Мен котлетке арналған приправа қостым. Қара бұрыш қоссаңыздар болады. Одан кейін барлығын блендердің көмегімен осылай езіп аламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден кіріп көріңіздер. Осылай қоймалжың бізде пайда болды. Енді бұны бөлек алып, ұнмен сухариді араластырамыз. Егерде үйлеріңізде сухари болмаса, құр ұнға аунатсаңыздар да болады котлетті. Сухари мен ұнымызды осылай араластырып алдық. Енді котлетімізді жасай береміз. Сұйық майға қолымызды бір батырып аламыз да, кейін осылай котлеттің салмасын алып, кез келген формада домалақ немесе сопақша қылып осылай жасап аласыздар да, кейін ұнға аунатып қоя бересіздер. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнға аунатып барлығын тізіп қоя береміз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз, келесі видео шыққан кезде сізге бірінші болып көрініп тұру үшін. Менің қазақ тілі арнамның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Әр лайк басқан, комментарий жазған пікірлеріңіз менің арнамның дамуына үлкен үлесін тигізеді. Ет жоқ кезде өте оңай жасалатын, тез әрі тойымды тағамның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай барлығын жасап болғаннан кейін табамызға майды құйып, қызғаннан кейін котлеттерімізді салып қуыра беретін боламыз. Менің газдың асты орташа отта тұр. Қаттыға қоймаңыздар, және жайда болып қалмасын. Себебі қызбай қалса, бойына барлық майды өзіне сіңіріп алады котлет. Сол үшін орташа отта тұр. Осылай барлығын салып, екінші беті қызарғаннан кейін осылай барлығын ауыстырамыз. Осылай қызарып пісті. Қағаз салфеткаға төсеп, тарелкамызға сүзіп аламыз. Қағаз салфетка қойсаңыздар, майын өзіне сіңіріп алады, котлеттің майы шығып тұрмайды. Оңай әрі бюджетный тағам, әрі дәмді, әрі тойымды. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, торттар, пирогтар бар. Кіріп көріңіздер. Котлеттерімізді осылай пісіріп алдық. Фарштан жасалған котлеттен еш айырмашылығы жоқ. Енді біз гарнирімізді дайындайтын боламыз. Кез келген күріш немесе макаронды пісіріп қойсаңыздар болады жанына. Мен осылай макарон дайындадым. Құр суға май салып пісіріп алдым. Тұз қосып. Одан кейін осы
макаронымыз құрғақ болып қалмау үшін біз бөлек ыдысқа тағы да пияз бен сәбізімізді қуырып алатын боламыз подлив ретінде. Пиязымыз сәл қызарғаннан кейін теркадан өткізіп алған бір сәбізімізді осылай бетіне салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Томат салып, аз ғана суымызды құйып, бетін жауып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Сәл жұмсарғаннан кейін өшіре бересіздер. Осы подливмен дәмді болады. Егер подлив жасамасаңыздар, жанына кетчуп, майонез, басқа да соустар пайдалана беріңіздер. Осылай барлығы пісіп дайын болғаннан кейін тарелкамызға макаронымызды саламыз. Одан кейін үстіне подливін салып, жанына котлеттерімізді салып, әсемдік үшін огурцы, помидорларымызды салып ұсына береміз. Осылай дайын болды. Оңай әрі тез жасалынатын кешкі ас. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.